Саламатсыздар ма? Менің атым Жолдығали Дәрмен және қазір мен Қазақстан тарихы бойынша медиум тапсырмасын орындағалы отырмын. Бізге берілген тақырып ол қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері. Яғни біз білетіндей қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері бір күнде құрыла салған құбылыс емес. Яғни ол мыңжылдықтар бойы созылған тарихи процестердің этникалық және саяси сабақтастықтардың нәтижесі болып келеді. Және Қазақстан аумағының мемлекеттілігінің идеясы сақтар дәуірінен басталып түркі кезеңде күшейіп, және одан кейін Алтын Орда, Ақ Орда кезеңдерінде жаңа мазмұн алып, соңында қазақ хандығының құрылуына әкеліп соқты десек те болады. Және бірінші бастағым келіп отқан кезең ол ежелгі кезең, яғни біздің заманымыздан бұрын 8 мен 3 ғасырлар арасы өмір сүрген сақ тайпалары, яғни Евразия даласында алғашқы әскери ұйымдасқан құрылымдардың бірі болды. Яғни сақтардың билеушілері парсы деректеріне сүйене отырсақ Томирис және Спаргапи сияқты ұлы тұлғалар, яғни олар орталандықтаған билік дәстүрінің бастауын салған тұлғалар десек те болады. Яғни бұл дәуірде дала халқының территориялық қауіпсіздігі, жауға қарсы ұйымдасу деген сияқты маңызды жақтар қарастырылып, сол мемлекеттіліктің бастауын салатын маңызды іс-әрекеттер десек те болады. Келесі мемлекеттерге тоқтала кетсек, олар ғұндар, яғни біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдан біздің заманымыздың 4 ғасырына шейін өмір сүрген ғұндар мемлекеті. Яғни ғұндар батысқа қарай жылжу арқылы ұлы көші-қон, қоныс аудару процесін бастаған болатын. Яғни Евразияның саяси картасын түбегейлі өзгерткен, және ғұн қағандарының әскери иерархиялық басқару жүйесі кейінгі түркі тайпаларының мемлекеттерінің басқару үлгісіне де сіңіп кеткен болатын. Одан кейінгі айтатын мемлекеттердің бірі олар үйсіндер мен қаңлылар. Яғни үйсіндер біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырдан біздің заманымыздың 5 ғасырына шейін, ал қаңлылар біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдан біздің заманымыздың 5 ғасырына дейін жетісу мен сыр бойында саяси бірлестік, яғни ұлы бірлестіктер болған. Олар сол кездегі Қытай, Куша мемлекеттерімен дипломатиялық байланыс орнатып, халықаралық қатынас тәжірибесін күшейтіп, бұл да кейінгі қазақ дипломатиясының тамыры ретінде бағаланған болатын. Және олардан кейін айта кетсек, олар 6 ғасырдағы түрік қағанаты, яғни 552 және 603 жылдар аралығында өмір сүрген. Түркі тайпалары алғаш рет бір ту астында біріккен болатын, яғни Ашин әулеті билік құрған. Сол кездегі мемлекеттілік белгісі ретінде ел, қаған, жарғы сияқты ұғымдар және саяси терминдер қолданылғаны сол мемлекеттіліктің бір жағын көрсетеді. Және түрік дәуірінде дала хандығы моделінің идеологиясы негізі билік тәңірден келетін сияқты ұғымдар басқарудың сипаты деп санаған десек те болады. Яғни әскери әкімшілік жүйенің нақты құрылымы қалыптасқан сол түркі кезеңі деп санасақ та болады. Келесі кезең ол бізде түрік қағанатының құлауы. Яғни бұл оқиғамен Қазақстан жерінде көптеген ұлы ірі мемлекеттер құрылған болатын. Олардың қатарына Қарлұқтар, Қимақтар, Қыпшақтар кіретін болатын. Және де Қарлұқтар 756 мен 940 жылдар арасы өмір сүрген. Қимақтар 11 мен яғни 8 мен 11 ғасырлар арасы, ал Қыпшақтар 11 мен 13 ғасырлар арасы Қазақстан аймағында өмір сүрген мемлекеттер десек те болады. Яғни әсіресе Қыпшақтар, Дешті Қыпшақ кеңістігінің иесі ретінде кейінгі қазақ халқының этникалық құрылымының негізіне айналған болатын. Яғни бұл кезеңде әскери жүйе, көшпелі әкімшілік, басқару тәжірибесі үзілмей жалғасқан болатын. Және де тағы да бір оқиғалардың бірі ол 751 жылы орын алған Атлық шайқасы. Яғни Атлық шайқасының нәтижесінде Орталық Азияға жылдам көптеп
яғни ислам діні тарала бастаған болатын. Яғни осы ислам дініне тығыз байланысты мемлекеттердің бірі ол Қарахан мемлекеті. Яғни 10 мен 12 ғасырларда Жетісу мен Мауреннахр аумағында Қарахан мемлекеті құрылды. Және ірі оқиғалардың бірі ол Мұса хан 960 жылы ислам дінін мемлекеттік деңгейге көтерген болатын. Яғни осы сәттен бастап исламдық құқық пен жазба мәдениеті, далалық билік жүйесіне ислам діні енген болатын. Бұл қазақ мемлекеттілігінің құқықтық дәстүріне әсер еткен болатын. Содан кейінгі кезеңдердің бірі ол бәрімізге танымал 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылығы. Яғни Қазақстан аумағында мемлекеттік құрылымдарын өзгерткен бір оқиға десек те болады. Шыңғыс ханның ұрпақтары құрған Алтын Орда, яғни 13 мен 15 ғасырлар арасы өмір сүрген Алтын Орда қазақ мемлекеттілігі тарихындағы шешуші буынның бірі десек те болады. Яғни Алтын Ордада жошы ұлысының саяси дәстүрі кейінгі қазақ хандығының басты сәттеріне, яғни басты ядросына айналды десек те болады. Келесі кезең ол бізде 14 ғасырдың ортасынан бастап Алтын Орда мемлекетінің әлсіреуі. Яғни бұл мемлекеттің әлсіреуімен Қазақстан аймағында Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан сияқты ірі мемлекеттер өмір сүрген болатын. Яғни Ақ Орда 14 мен 15 ғасырлар арасы, Әбілқайыр хандығы 1428-1468 жылдар арасы өмір сүрген мемлекет. Яғни Ақ Ордаға тоқтала кетсек, олардың ең танымал билеушісі ол Орда Ежен. Яғни Орда Ежен ұрпақтары содан кейінгі қазақ әулетінің сабақтастығын негізін қалаған әулет десек те болады. Және де ең басты Қазақстан мемлекеттілігінің құрылуына әсер еткен мемлекеттердің бірі ол Әбілқайыр хандығы. Яғни сол кезеңдегі ішкі тайпалардың келіспеушілігі, тайпалардың наразылығы нәтижесінде сол кездегі сұлтандар, яғни Керей мен Жәнібек өздеріне қараған ру тайпаларды бастап шу бойына қоныс аударған болатын. Бұл қадам болашақ ұлттық мемлекеттіліктің бастау нүктесіне айналған болатын. Және осы қоныс аударудың нәтижесінде 15 ғасырдың екінші жартысында, дәлірек айтсақ 1465-66 жылдары қазақ хандығы құрылған болатын. Қазақ хандығы бұрынғы барлық мемлекеттік дәстүрлерді табиғи жалғасы болды. Яғни мемлекеттің билік жүйесі Шыңғыс ханның әулетіне сүйенген болатын. Ал тайпалық құрылым әскери саяси ұйымның әлеуметтік базасын құрған болатын. Бұл кезеңде Керей, Жәнібек, Қасым, Хақназар, Тәуке хандар тұсында мемлекеттің территориясы кеңейіп, құқықтық нормалар бекітіліп, сыртқы саяси жүйесі қалыптасқан болатын. Келесі айтып кететін кезең ол мана айтып кеткендей 1456-1458 жылдар арасы Керей мен Жәнібек сұлтандар өздеріне қараған ру тайпалармен шу мен талас өзендерінің бойына көшіп кеткен болатын. Яғни көшпелі өзбектер мемлекетінен бөлініп, сол аймаққа қоныс аударған болатын. Яғни қазіргі Жетісу өңірінде. Сол жерде, сол аймақта ол кезде Моғолстан ханы Есенбұға қараған болатын сол аймаққа. Алайда Есенбұға Керей мен Жәнібекті жылы қарсы алып, сол жерді оларға берген болатын. Осылайша 1465 жылы кейбір деректерде даже 1466 жылы деп жазылған қазақ хандығының негізі қаланған болатын. Яғни Керей хан алғашқы хан, ал Жәнібек хан оның серігі және мемлекеттің құрылымын біріктіруші тұлға болған болатын. Территориясы мен шекараларына тоқталсақ, сол ең бастапқы кезеңде шу мен талас өңірімен шектелген, алайда билік күшейген сайын басқа хандар тұсында территория кеңейген болатын. Яғни батыста Сырдария бойындағы қалалар Созақ, Отырар, Түркістан, Сығанақ сияқты ірі қалалар болған. Шығысында Іле, Балқаш, Жетісу өңірлері, солтүстік Ұлытау мен Ертіске дейін және оңтүстікте Ташкент пен Ферғана жазықтары болған. Яғни қазақ хандығына қараған болатын. Одан кейін
16 ғасырдың басында Қасым хан, яғни 1511 мен 1521 жылдары арасы билік еткен. Бұл ханның тұсында хандықтың шекарасы ең кең аймаққа тараған болатын. Яғни бұл ханның өте көп жетістіктері бар. Солардың бірі Қасым ханның тұсында қазақ халқының саны 1 миллион адамға жеткен. Соның 300 мыңы әскер болған, және Қасым хан Мәскеумен ең бірінші қарым-қатынас орнатқан хандардың бірі болған. Және қазақ хандары мен оның жинақтарына тоқталсақ, яғни ең бірінші хан ол Керей хан, Жәнібек хан елдің бірлігін нығайтушы, одан кейінгі Қасым хан елдің аумағын кеңейтіп, және де Қасым ханның Қасқа жолы деген алғашқы заңдар жинағын шығарған болатын. Содан кейінгі Хақназар хан, біз білетіндей Хақназар хан ол қазақ хандығының ең көп уақыт билеушісі, яғни 1538 бен 1580 жылдары арасы хан болған. Және де оның бас жетістіктерінің бірі ол Иван Грозныймен қарым-қатынас орнатқан болатын. Яғни сыртқы саясатты күшейткен кісі десек те болады. Және де ол Еділден ары қаратай, яғни батыс, қазіргі Қазақстан аймағының батыс өңірін өзіне қаратқан болатын. Сол үшін де ол қазақ Ноғай ханы деп аталған десек те болады. Келесі танымал хандардың бірі ол Тәуекел хан, Есім хандар. Яғни Тәуекел хан 1586-98 жылдары, ал одан кейін 1598 бен 1628 жылдар арасында Есім хан басқарған болатын. Бұл хандардың тұсында біз білетіндей Есім хан тұсында 300 жылдық Сырдария бойына қалалар үшін күрес тоқтатылған болатын. Яғни біздің қазақ хандығының жеңісімен Сырдария бойындағы қалалар бізге қараған болатын. Және Есім ханның ескі жолы заң жүйесі толықтырды. Яғни сол Қасым ханның заңдар жинағын Есім хан толықтырған болатын. Яғни бұл сол кезеңдегі мемлекеттіліктің, яғни басты себепкері, яғни сол кезде халықтың қауіпсіздігін, заңдар жинағын, яғни біріктіруші кезең десек те болады. Одан кейінгі Тәуке хан 1680-1718 жылдар арасы мемлекеттің ең жоғары деңгейге жетіп, 7 жарғы заңдар жинағын қабылдаған болатын. Бұл қазақ құқықтық мәдениетінің алтын кезеңі десек те болады. Және маңызына тоқтала кетсек, қазақ хандары қазақ халқының саяси, этникалық тұрғыда біртұтас ұлт болып қалыптасуының негізі десек те болады. Ол мемлекеттіліктің дәстүрді жалғастырып, тәуелсіздік идеясын тамырын тереңге жайған болатын. Яғни баяғыдан келе жатқан мемлекеттілік идеясын ұмытпай, және дәстүрді бірге қосып, бірге алып келе жатқан десек те болады. Келесі кезең ол бізде қазақ мемлекеттілігінің қайта жаңғыру кезеңі, яғни Алаш автономиясының жариялануы десек те болады. Біз білетіндей 20 ғасырдың басында Ресей империясының ішінде революциялық оқиғалар орын алып бастап, біздің ел ішінде билік дағдарысы болған болатын. Осы маңызды сәтті пайдалана отырып, қазақ зиялылары өз мемлекеттілігінің қалпына келтіруді мақсат еткен болатын. Және бұл мақсатқа бірінші қадамдардың бірі ол 1917 жылдың 13 желтоқсанында орын алған Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өткен болатын. Бұл съезде Алаш автономиясы жарияланған болатын. Және автономиясының астанасы Семей қаласы және батыс бөлімшесі Жымпиты ауылы болып саналған. Бұл автономияның қайраткерлеріне тоқтала отырсақ, Әлихан Бөкейхан Алашорда үкіметінің төрағасы болып саналған, және Ахмет Байтұрсынұлы, Мыржақып Дулатұлы, Мұстафа Шоқай, Жақып Ақбаев, Халел және Жаһанша Досмұхамедовтер негізі қайраткерлері болып саналған. Және бұл мемлекеттілікті сақтауға әрекет еткен мақсаттары, яғни қазақ жерінің тұтастығын сақтау біріншіден, ұлттық әскер мен билікті құру, үшіншіден білім мен мәдениетті дамыту, және Ресей құрамында болса да өзінің
басқару құқығын алу, яғни сол кездегі Ресейден тәуелсіздігін алып шығу десек те болады. Алайда азамат соғысы кезеңінде кеңес үкіметінің орнауы Алаш автономиясының өмірін қысқартқан болатын. Яғни 1919 жылдың соңында Алаш автономиясы өз қызметін тоқтатқан болатын. Келесі кезең Қазақ АКСР-ның құрылуы. Яғни бұл АКСР 1920 және 1936 жылдары арасы өмір сүрген. Яғни кеңес билігі орнағаннан кейін қазақ жерін басқарудың жаңа түрі құрылған болатын. Яғни 1920 жылы 26 тамызда бүкіл ресейлік атқару комитеті Қырғыз автономиялық кеңес социалистік республикасын құру туралы декрет қабылдаған болатын. Яғни Қырғыз-Қазақ автономиялық кеңес социалистік республикасы орнаған болатын. Және 1920 жылы 4 қазанда Орынборда Қазақ АКСР кеңестерінің бірінші құрылтайы съезі өткен. Яғни сол кезеңдегі Қазақ АКСР-ның бірінші астанасы болып саналған Орынбор қаласы, және келесі 1925 жылы Қызылорда, содан кейін 1929 жылы Верный қаласы, яғни қазіргі Алматы қаласы астана болып саналған болатын. Және маңызды оқиғалардың бірі, яғни мемлекеттілікті қазақ халқының рухын арттырған 1925 жылғы республика атауы ресми түрде Қырғыз АКСР-нан Қазақ АКСР-на өзгертілген болатын. Яғни қазақ атауы өзімізде оралған болатын. Және бұл кезеңде қазақ жерлері біртіндеп біріктірілді. Яғни Торғай, Ақмола, Семей, Маңғыстау қалалары, Маңғыстау сияқты өңірлер өз жерлерін біріктірген болатын. Және экономикалық социалистік жүйеге өткен болатын. Және 1929 және 1933 жылдар арасы күштеп ұжымдастыру, ашаршылық пен қуғын-сүргін орын алған болатын. Келесі кезең ол Қазақ АКСР-нан кейін Қазақ КСР-ның құрылуы, яғни 1936 жылы орын алған оқиға. Бұл оқиға 1936 жылы 5 желтоқсанда КСР-ның жаңа конституциясы қабылданып, Қазақ АКСР-і Ресей империясынан бөлініп, құрамынан бөлініп, Қазақ кеңестік социалистік республикасын құрған болатын. Яғни сол мәртебеге жеткен болатын. Және 1940 жылы қазақ тіліне кирилл әліпбиі енгізілген болатын. Ол ел экономикасын индустрияландыру арқылы дамып, екінші дүниежүзілік соғыста соғыс кезеңінде Қазақстан майдан мен тылда ерекше рөл атқарған болатын. Яғни сол кездегі бір айтылып кеткен сөз бар. Яғни майданда атылған оқтардың 10-нан 9-ы Қазақстанда шығарылған деген. Және келесі жылдары ол 1950-ден 1980 жылдар арасы көптеген реформалар, оқиғалар орын алған болатын. Олардың бірі тың игеру, өнеркәсіп пен мәдениет, ғылымның өркендеу кезеңі. Және содан кейін 1978 жылы сол аралықта жаңа Қазақ КСР конституциясы қабылданған болатын. Яғни бұл оқиғалардың барлығы қазақ мемлекеттілігін арттыруға, халықтың тәуелсіздікке, рухын арттыруға көптеген өз күшін көрсеткен болатын. Және соңғы кезеңдердің бірі, яғни маңызды кезеңдердің бірі ол КСР-ның ыдырауы және Қазақстан мемлекеттілігінің тәуелсіздігінің жариялануы. Біз білетіндей 1980 жылдардың аяғында кеңес одағында, яғни экономикалық және саяси дағдарыстар орын алған болатын. Және 1986 жылы 16 желтоқсанда Алматыдағы желтоқсан оқиғасы орын алған болатын. Яғни бұл тәуелсіздікке түрткі болған оқиға десек те болады. Яғни сол кезде қазақ жастарының еркіндік пен ұлттық намысы қорғауда тарихи қадамы болды. Бұл қадам 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі, яғни мемлекеттілік егемендік туралы декларация қабылданған болатын, соған түрткі болған. Және бұл құжат болашақ тәуелсіздіктің құқықтық негізі еді десек те болады. Және бір жылдан соң 91 жылы 1 желтоқсанда елімізде алғаш рет жалпы халықтық
президент сайлауы өткен болатын. Бұл сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жеңіске жетіп, Қазақстан мемлекетінің алғашқы президенті болып сайланған. Және 9 күннен кейін, яғни 10 желтоқсанда елдің атауы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасынан Қазақстан Республикасы деп өзгертілген болатын. Және 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекетінің тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданған болатын. Яғни елдің тәуелсіздігі ресми жарияланды десек те болады. Және 92 жылы 21 желтоқсанда орын алған Алматыдағы бұрынғы кеңестік республикалардың басшылары жиналып, ТМД, яғни тәуелсіз мемлекеттер достығын құру туралы келісімге қол қойған болатын. Яғни осылайша Қазақстан өз мемлекеттілігін сақтап тәуелсіздігін алған болатын. Мана басында айтып кеткендей, мемлекеттілік ол бір күнде, яғни немесе 1-2 жылда құрыла қоятын нәрсе емес. Яғни ол мыңжылдықтар бойы қалыптасып келіп, басқару жүйелері қалыптасып келіп, сабақтастықтар қосылып қалыптасатын нәрсе. Яғни біз білетіндей, сол тұна сақ кезеңінен бастап қазіргі кезге дейін мыңжылдықтар бойы қалыптасқан тәуелсіздік, яғни мемлекеттілік болып саналады.